Әңгіме әжейдің сиқыры. Ләйла көп балалы ана. Оның 5 баласы бар. Отбасымен жаңа бір ауылға көшіп келген болатын. Себебі жолдасы достарымен жиі бас қосып, көп мөлшерде есін білместей арақ ішіп қоятын әдеті бар. Сол себепті де олар осы жаңа ауылға көшіп келді. Оның үлкен 2 қызы мектеп оқушысы, сабаққа алғыр, үй шаруасына пысық еді. Қалған 2 ұлы мен қызы кішкентай балалар. Балалардың тәрбиесіне өте қатты қарайды. Сол маңда адамдардың бәрі сырттай қорқып жүретін Галия есімді орыс әжей тұратын. Галия әжей оның көршісі Ләйла болды. Ол кісіден өз көмегін аямады. Себебі оған жанашырлықпен қарады. Әжейдің 2 ұл, 1 қызы бар. Үлкен ұлы мен қызы қалада тұрады. Өз отбасылары бар. Бірақ екеуі де Галиямен араласпайды. Екінші ұлы Андрей әжейдің қолында тұрады. Андрей арақ десе тоқтай алмайтын жан. Андрей анасына мүлдем қолғабыс етпейді. Оның өзіндік себебі бар шығар. Оны көрген Ләйла әжейге жаны ашып, қолғабыс етіп, үнемі көмектесіп жүретін болды. Әжей де өз алғысын айтудан шаршаған емес. Ләйла жаңа ауылда көршілермен таныса бастады. Басқа көршілер оның Галиямен араласып жүргеніне үрейлене қорқа қарайтын болды. Бірақ Ләйлаға еш нәрсе айтпады. Біраз уақыттан кейін Ләйла ауыл адамдармен танысып, өзіне жаңа орта тапты. Бір күні құрбысы Розаның туған күнінде болды. Осы туған күнде Алтынай Ләйлаға көрші әжейден аулақ жүруін ескертті. Ләйла, сәлем, қалайсың? Анау Галиядан алыс жүрсеңші, саған бір зиян тиіп кетіп жүрмесін соның. Жарай ма? Неге? Не деп тұрсың? Қандай зиян? Кәрі адам, жалғыз қалған оңай емес қой. Ұлы да бір көмектеспейді. Қандай зиян тиеді? Жоқ, сен мені түсінбедің. Менің айтайын дегенім, жарайды, өзің білесің ғой. Бірақ сонда да онымен араласқанда абай болшы. Жарайды, жақсы. Ұлы Андрей жақсы адам, арақ ішіп, есін білмейтіні болмаса, я жақсы, өзің қара енді. Осылай Алтынай сөзін қысқа қайырды. Ертесіне Ләйланы Галия әжей үйіне шақырды. Екеуі біраз әңгімелесіп шай ішті. Осы кезде Ләйла терезеден теңселіп кетіп бара жатқан күйеуін көрді. Оны әжей де көрді. Ләйла, қызым, сендер әлі жассыңдар. Өзің көп балалы анасың. Жолдасыңның бүйтіп жүргені жарамас. Сен үнемі маған көмектесіп жүресің. Саған алғысым ретінде Арманның арағын қоюына көмектесейін. Қалай көмектесесіз? Ол осымен білмеймін әже. Ләйла осылай деп іштен тынып қалды. Алаңдама, менде оның арағын бірден тіпті араққа мүлдем жоламайтындай қылатын дұға да бар. Ол қандай дұға? Ондайда дұға бола ма? Я, болады. Тек сен менің айтқанымды бұлжытпай жасасаң болғаны. Егер расымен көмектессе, жақсы, жарайды. Қызым, алаңдама, 100% көмектеседі. Енді мені мұқият тыңда. Мына 3 литр банкадағы суды Арманның тамағына бір қасықтан күнделікті қосып бер. Кешкісін аяқ киіміне кішкене ғана бір тамшы су тамызасын. Сосын мына шаммен мына қағазды дұғаны 3 рет қайтара оқы. Күнделікті осылай жасасаң, өзің нәтижесін 1-1,5 айда көресің. Бірақ жолдасыңнан басқа адам ішіп жүрмесін, деп ескертті әжей. Көп рахмет әже, көп рахмет сізге әжей. Оқасы жоқ, сен менің қызымдай болып кеттің. Сенде көршім барына мен де дән ризамын. Осылайша Ләйла өз таңданысын жасыра алмай қуанышы қойнасымен үйіне тез жетті. Үйіне келісімен шай қойды, отбасымен бірге тамақтанды. Бірден күйеуінің шайына бір қасық суды қосып берді. Кешкісін әжей айтқандай аяқ киімге бір тамшы тамызбақшы болып жатқанда басына бір ой келді. Ұзақ ойланып тұрып, бұл әрекетім дұрыс па, әлде бұрыс па, деп өзіне сұрақ қойды. Өз ойлары оның әрекетін ақымақтыққа балады. Басына келген бірінші ой, неге оның күйеуіне көмектеспекші? Ұлы Андрей алқаш, неге оны осылай емдеп алмайды? Басы қатты қатып кетті.
Ойлана келе нақты шешім қабылдады. Ләйлә әжейдің үйінің жанына барды да, айнала қап-қараңғы еді, жүрегі дүрсілдеп барады. Жерге суды шашып жіберді де, шам мен дұғаны көміп кетіп бара жатып былай деді: жақсылық тілесеңіз өзіңізге, жамандық тілесеңіз де өзіңізге. Осы сөздерді айтты да үйіне тездетіп қайтып кетті. Арада бірнеше күн өтті. Таңертең әжей Ләйләға хабарласты. Пеші жанбай қалыпты. Ләйлә, Арман мүмкіндігі болса пештің мойнын тазалап бере ме екен? Өтінемін, отымды жаға алмай отырмын. Жақсы әжей, қазір Арман қайтып көрейін, сосын бірге барармыз. Осылайша екеуі үйге келді. Арман пештің мойнын тазалады. Ләйлә әжейге көмектесіп үйін жинап берді. Әжейдің пеші жақсы жанды. Өз алғысын айтып, күйеуін екеуін шығарып салды. Кешкісін Арман гаражда достарымен бірге карта ойнап отырған болатын. Ләйлә балаларға шай беріп жатқан еді. Кенет көрші әжейдің үйінің жанып жатқанын көрді. Ләйлә далаға атып шығып, бар даусымен айқайлады. Барлық ауыл тұрғындары отты өшіруге тырысты. Өрт машинасы келді, өртті өшірді. Дегенмен өртке біраз уақыт болып, үйдің көптеген бөлігі жанды. Өрттен соң әжейді Ләйлә өз үйіне апарды. Әжей жылап отыр. Ләйлә жұбатуға тырысты. Сабыр сақтаңыз, әжей. Бәрі қалай болды? Білмеймін, қызым. Бір білетінім, пешті жағып ұйқыға кетейін деп жатқанмын. Андрей де осындай кезде қасымда болмаған-ай. Енді не істеймін? Алаңдамаңыз. Әзірге мына бөлмеде тұра беріңіз. Үйіңізді бірдеңдеп ретке келтірерміз. Рахмет, қызым. Көп рахмет. Ертесіне ауылға Андрей келді. Ол келісімен үйді көріп жөндеуге біраз уақыт кететін. Оған дейін әжейдің қызы Оляның үйіне тұруы керектігін айтты. Өзі достарымен тұрмақшы. Әжей келісті. Келіспестен басқа амал жоқ. Әжей Ләйләға алғысын айтқанмен іште үйінің өртенгеніне екеуін кінәлайтын сияқты. Себебі пештің бойын тазалаған Арман. Сарапшылар қалай үйдің жанып кеткенін анықтай алмады. Бәрі өз қалпында болған. Ертесіне әжей Андреймен бірге қалаға кетті. Кетіп бара жатып үйге қарап қоюларын Ләйләға тапсырды. Бірнеше күннен кейін Ләйләның басы ауыра бастады. Ешқандай тамаққа тәбеті болмады. Түрі сарғайып, күннен күнге жағдайы нашарлай бастады. Көрші-қолаң бәрі мұны көріп қорқытты. Себебі осы ауылдың тұрғыны Сәбиттің әйелі 2 айдай осылай жатып өмірден озған еді. Көңіл сұрап, жағдайын білуге құрбылары, алыс жақын барлық достары келді. Тамақ жемегеннен Ләйлә азып кеткен. Олар Ләйләға елден естіген барлық емді жасады. Бірақ еш қайсысы көмектеспеді. Уақыт өткен сайын жүруді қойды. Ауруы тіпті асқынып кетті. Бір күні Алтынай таныс әйелден бір ағайдың номерін алғанын айтты. Сол ағайға Ләйләні көрсетсе жазылып кетуіне мүмкіндік бар екенін хабарлады. Арман бірден келісті. Бірақ Володя ағай тұратын ауыл ұзақ екен. Сондықтан Арман балаларға қарап үйде қалды. Алтынайдың бауыры Руслан машинасымен апаратын болып келісті. Руслан мұндай заттарға сенбейді, бірақ көмектеспеске тағы қиын. Үшеуі жолға шықты. Жолда өзін өліп кететіндей сезінсе де Ләйлә сыр білдірмеуге тырысты. Ағайдың үйіне келді. Ләйләні кіргізіп, Алтынай көлікке барды. Осы кезде Володя ағай Ләйләнің келетінін білгенін айтты. Маған сенің үйіңе бару керек. Жүр, үйіңе барайық. Ләйлә таңданып тұр. Қалай ол жүрмек? Орнынан тұрды да аз-аздан жүре бастады. Өз-өзіне таңғалып тұр. Көлікке отырып ауылға жол тартты. Жолда Алтынайға тамақ жегісі келетінін, тәбеті ашылғанын айтты. Екеуі Руслан да таңданысын жасыра алмады. Үйге өз аяғымен кірді. Володя залда отырды да Ләйләға тіл қатты. Қазір түпкі жататын бөлмеге бар. Сонда оң жағынан дуаланған затты тауып аласың. Ләйлә қорқып тұр. Десе де жаймен деп жүріп, оң жаққа барса, өмірі алмаған үлкен айна тұр. Арман мен Русланға айнаны көтерді.
Мұнда обойға шаншылып тұрған ине тұр. Өз көздеріне сене алар емес. Инені алып ағайға келді. Жақсы, енді Ләйладан басқаларың далаға шығыңдар. Барлығы далаға шықты. Володя ағай Ләйляға әжейді сипаттап берді. Осындай адам. Оның үйі сенің ас бөлмеңнен көрініп тұрады. Ләйла инені не істеу керектігін сұрады. Володя Ләйляға бәрін айтып түсіндірді. Заттың көзін құртқаннан кейін Ләйла жазылды. Бәрі бейне бір қорқынышты түстей болды. Бірнеше айдан кейін Андрей заттар алуға келді. Арман оған көмектесті. Екеуі шкафты ашып, қаншама қара дуанның кітаптарын көріп, қорқып кетті. Андрей осыған дейін анасының осындай зұлымдықпен айналысқанын білмейтін. Әйелі Ясмина қанша айтса да сенбегенін айтты. Екеуінің айырылысуына анасы себепкер болған. Бірақ жай ғана емес, дуалағанына көзі жетті. Енді не істемек? Ойлана келе барлық кітапты алды да өртеп жіберді. Содан кейін үйді сататынын айтты. Мұны естіп, Ләйла мен Арман үйді алуды шешті. Ақшасын 1 жылда беретін болып келісті. Бар ойлары енді әжеймен кездеспеу еді. Сіз сиқырға сенесіз бе? Өз ойыңызды жаза кетіңіз.